Көрермендерді қызықтыратын негізгі сұрақ осы: вейптер біздің елімізге қай мемлекеттен келеді? Қалай кеденнен өткенде бақыланады? Бақылау бар ма жалпы осы улы дүниеге? Сұрағыңызға рахмет. Вейптардың көп түрі Қазақстан Республикасының кеден аумағына көбінесе Қытай Халық Республикасынан алып келінеді. Және де аз мөлшерлерде бұл Азия мемлекеттерінен алып келетін жағдайда туындап тұрады. Бұл енді кеден заңнамасына байланысты әрбір тауар Қазақстан Республикасына алып келген кезде ол міндетті түрде кедендік ресімдеуден өтуі тиіс. Кедендік ресімдеуге осы жаңағы вейптарды өткізу кезінде олар кедендік рәсімдеуден өтеді. Сол кезінде бұларға арнайы жаңағыдай айтып кеткендей құжаттар, арнайы құжаттарын жаңа атап өтетін болсам, кедендік ресімдеу кезінде бұларға міндетті түрде маркировка дейді, маркілеу, міндетті маркілеу жасалынады. Содан кейін ілеспе құжаттарын пайдалана арқылы кедендік декларация жаңа кеден органдарына беріледі. Қазір бізде қазіргі сәтте 2018 жылдан бері Астана бір автоматтандырылған жүйе іске асырылған. Ол автоматтандық жүйе арқылы әрбір алып келуші электронды түрде алып келген тауарды декларациялау арқылы кеден органының жаңағы ақпараттық жүйесіне жібере алады. Ол жерде жаңағы вейптерге алынатын өзінің арнайы алымдары мен салымдары бар. Акцизделінетін тауар, өйткені оның құрамында никотин болғандықтан 1 миллиметріне 53 теңгеден акциз алынады. Яғни акциз төлейді де ешқандай кедергісіз өткізе береді кеденнен. Кедендік бажы бар, салықтарын төлейді де, ілеспе құжаттарын пайдалана отырып, маркілеуін алып, кеденнен ешқандай кедергісіз өтеді. Енді ешқандай тоқтау жоқ. Ешқандай тоқтау жоқ, ешқандай жаңа нормативтік құжаттар тыйым салатын немесе шектеу келтіретін құжаттар бұларға көрсетілмеген. Сондықтан да бұл арнайы түрде өзі жаңа общеустановленный порядок дейді, сонымен өзі өтіп декларациялау арқылы Қазақстан Республикасының аумағына түседі. Енді Қазақстанға көбінесе айтып кеткендей Қытай Республикасынан өте көп келіп жатыр. Негізі келетін мемлекет Қытай мемлекеті. Негізі келетін мемлекет ол Қытай мемлекеті. Ең көп мөлшерде сол Қытай мемлекетінен келеді. Басқа? Басқа Малайзиядан келеді, содан кейін Таиландтан келеді. Бірақ ол мемлекеттерден аз мөлшерлерде. Ең бастысы Қытай мемлекеті болып тұр. Бақылау бар ма? Жалпы қалай күрес жүргізіліп жатыр? Мысалы, біз кеден аумағына келген тауарларды көбісі басқа тауарды көрсете арқылы жаңағы вейп электрондық құрылғыларды тығып алып келеді. Көбінесе жаңа айтып кеткендей, кейбір құрылғылар, олар өзі оригинал емес, жаңағы сапасы жағынан төмен, бір арзан жерден алынған сондай тауарлар, сондай электрондық құрылғылар, сондай тауарларды алып келген кезде Қазақстан кеден аумағына кеден қызметкерлері оларды тауып ұстауына көптен көп үлесін қосады. Өйткені жаңа айтып отқандай басқа тауарларды көрсете арқылы жаңа вейпті тығып, мысалы алып келген тауарлардың ішіне көрсетпей Қазақстан Республикасына ондай жағдай болды. Ондай жағдайлар болды. Бізде теледидардан көріп отырмыз, ондайлар бар. Қазақстан Республикасында ондай фактілер анықталған. Оны біз жаңалықтардан да көріп отырмыз. Сондықтан да жаңа айтып кеткендей алып келетін маркілеп, барлық құжаттарын толықтай түгендеп алып келетін жеке кәсіпкерлер бар. Олардың енді бағана айтып кеткендей бір толыққанды жаппай тоқтатып немесе шектеу қоятын енді құжат, нормативті құжаттар жоқ. Сондықтан да біз кеден қызметкерлері осындай жаңа заңсыз немесе жаңа поделка дейді ғой, енді басқаша жолмен істелген немесе жаңа мысалы Қытай Республикасында заводтарды енді сертификацияланбаған заводтарда істелген тауарларды келіп жатыр. Сондайларға кіргізбеуге біз кеден саласы ретінде, кеден қызметкерлері ретінде күресіп, оларды тоқтатуға біз енді бірден бір міндетіміз. Бар күштеріңізді салып жатырсыз.